Дайынсыздар ғой достар. Мына ағашқа ататын боламыз. Сәлем достар, сендермен бірге қарапайым мастер анасы. Бүгінгі видеода біз Бэтменнің оружиесін жасайтын боламыз. Бэтаранг деп аталады. Ендеше видеоны бастамастан алдын каналға тіркеліп лайк басып, қарапайым мастерді барынша қолдап кетіңіздер. Себебі бұл каналдың болашағы бар. Енді жұмысқа кірісетін болсақ, біз осы Бэтарангтың материалына біз пчелка ағаш кесетін техниканың жүзін аламыз. Доптомалақ диск. Оның материалы мықты болады, өзі қатты, жай майса бермейді. Сондықтан біз өзімізге керекті суретті сызып, дәл соған белгілеп және кесіп алатын боламыз. Естеріңізде болса, алдыңғы видеоларының бірінде дәл осындай дискіден пышақ жасаған болатынбыз. Егер көрмеген болсаңыздар, төбеде сілтемесін қалдырып кетемін. Міндетті түрде қарап шығыңыздар. Дискіге суретімізді түсірдік. Енді біз тоққа болгаркамызды жалғап, бір тексеріп аламыз, сосын дискімізді өзімізге қажетті үстелге немесе кесетін нақты қатты жерге жақсылап тұрып бекітіп аламыз. Ол мүлдем дірілдемеу керек, қимылдамау керек, чтобы біз жақсы кесуіміз үшін. Достар, болгаркамен жұмыс жасағанда кішкене абайлап жұмыс жасаңыздар, себебі ол бірнеше қауіпті жағдайларға алып келуі мүмкін. Сондықтан да егер жастарыңыз кішкентай болса, үлкендердің көмегімен жасау керек. Міне достар, дәл ойдағыдай қылып кесіп алдық. Бірақ егер үйлеріңізде осындай дискінің сәл қалыңдауы болса, негізі қалыңдауын қолданғаны тіптен керемет болады. Мен де табылмай қалғандықтан жіңішкелеу дискіден қолдандым, бірақ соның өзінде өте мықты болып шығатын сияқты. Егер үйлеріңізде осындай бор машинка болатын болса, егеумен шет-шетін тегістеп алған дұрыс болады. Егер де жоқ болса, кәдімгі егеумен қол арқылы істеуге де болады. Енді біз достар Бэтарангты жақсылап тұрып үстелге қайттан қатырып орнатып, сосын біз оны жылтырлатып, одан кейін өткірлейтін боламыз. Және достар, сіздерге осы видеода бір керемет жаңалық айтқым келеді, яғни алда болатын болады, Құдай қаласа. Яғни 100 000 подписчикке осы арнаны барынша жылдам жеткізетін болсақ, 100 000 подписчик болған кезде мен мықты техникалар жасайтын болам. Яғни электросамокат жасау жоспарда бар. Егер де сол электросамокаттан қалай жасалатынын, қандай жылдамдықпен жүретінін толықтай көргілеріңіз келсе, яғни қазақша контентте көргілеріңіз келсе, осы каналдың подписчиктерін 100 000-ға жеткізіп тастайық. Сол кезде сіздерге уәде берем, мықты электросамокат 0-ден бастап жасап көрсететін боламын. Ендеше осы видеоны сақтап қояйық. Міне достар, Бэтарангты полный болгарка арқылы наждақтадық. Енді біз өз қолымызбен наждақтауымыз керек. Яғни қатты қағаздың жұқа түрін аламыз да түгелінен наждақтап шығуымыз керек. Міне достар, темірімізді наждақтап болған соң бізге одан да жылтырлату керек. Сол үшін мен бор машинканың насадкасын алдым, яғни полировка секілді.
Сәл де болсын жылтырлатты, қатты жылтыр болмаса да. Одан кейін келесі кезек бізде соңғы почти қадамдар. Болгарканың нажак насадкасы арқылы осы бетарангтың жүздерін шығаруымыз керек, яғни өткірлеп шығуымыз керек. Мә достар, көрермендер, қарасаңдаршы, кәдімгідей жүзі әдемі болып, дәл фотодағыдай болып келе жатыр. Әлі толықтай біткен жоқ, әлі де істейтін соңғы 2 қадам бар. Оған дейін бір тексеріп көрейік. Міне достар, қарасаңдаршы, қалай қадалды. Мә тіптен керемет. Қазір толықтай өткірлеп шығатын болсақ, вообще керемет болады. Енді мынау бумеранг, яғни бетарангтың астыңғы үшбұрышты бөлігін болгаркамен өткірлейміз. Сонымен толықтай өткірлеп шығуымыз керек. Енді біз қара қалам арқылы өзімізге керекті сызықты сызып алуымыз керек. Яғни бетарангтың ортасында белгілі бір ойықша, арықша кесілген жері болады. Соны біз болгарка арқылы істеп шығуымыз керек. Міне достар, бізде бетаранг аяқталды. Енді біз бұны толықтай ағашқа, коробкаға қадап тексеретін боламыз. Ендеше кеттік. Достар, бетаранг бұлай қолға ұстағанда жан жағы да асты да кәдімгідей өткір, сондықтан қолыңды кесіп алуың мүмкін, бірақ лақтырған кезде кәдімгідей өте керемет шығады. Алдымен шөп кесіп көрейік. Шөптен де жақсысы алма кесіп жесең вообще күштеген. Ал достар, біттік. Міне өте өткір және салмағы да жақсы. Енді атта ағашқа прямойнан қадап көретін боламыз. Кеттік. Қараңыздар, көздеріңізше лақтырайын. Бірінші балпеткідан. Қараңыздар қалай қадалды. Міне өте мықты болды. Қарасаңыздаршы, қалай қадалып қалған. Вау, мына әдемі қадалды. Енді видеоны замедленныймен көрейік. Бұл қалай қадалатынын коробкаға, одан кейін ағашқа өретін боламыз. Кеттік. Міне достар, бізде екінші попытка. Дәл осындай ағаш, қалыңдығы жақсы. Енді біздің бумерангымыз қалай қадалатынын көреміз. Дайынсыздар ғой достар. Ағашқа ататын боламыз. Міне.
вообще. Зор алдым. Ал достар, келесі кезек әрине замедленный видео. Кеттік. Достар, ನಾನು серьезно аламай жатырмын. Барлық жағын өткілеп тастап, оны да тауып аламай аласың мен. Достар, барынша алыстан ататын боламын. Базар жағы. Мен білдім достар, астымен бір беті қадалатын болсам, алу қиын болады екен. Бұлай тартайын десең өткір, қолын кесіп кетеді. Бұлай жанынан тартқанның өзінде зор қаласың. Ал достар, видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Және де келесі видеода не жасағанымды қаласаңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Және арнаға тіркеліп подписчикті көбейтейік достар. Ол өте маңызды. Келесі кездескенше сау болыңыздар достар. Кайф, қолынан атқанша. Қалай атсаң да қадала береді. Любой нәрсеге майыспайды. Қарасай. Кайф. Так, неге атамыз? Мынаған қаңырсыңдар. Базар.